Шизоидтық тұлғалық бұзылыс. Яғни мен сіздерге кеше уәде еткен болатынмын, барлық тұлғалық бұзылыстарды айтып өтемін деп. Енді бүгін кеше параноидтық тұлғалық бұзылысты айтқан болсам, бүгін шизоидтық тұлғалық бұзылыс туралы айтқым келіп отыр. Так. Бір минут. Кеше мен айтқандай, МКБ-10 психикалық мәселелерді, ауруларды қарастыратын аурулар классификаторы бар, үлкен МКБ-10 деп аталады, және американдық DSM-5 деп аталады. Соның ішінде 10-ға жуық тұлғалық бұзылыстар туралы айтылған екен. Тұлғалық бұзылыстар туралы кешегі менің эфирімде, параноидтық бұзылыс туралы эфирде жақсы айтылған болатын. Тұлғалық бұзылыстар, яғни адамның ішкі тұлғалық скелеті деп кеше айтқан болатын. Ол кішкентай кезінен қалыптасады. Тәрбие, ата-ана, отбасы, қоршаған орта, институттар, балабақша, мектеп сияқты институттар барлығы ықпалын келтіреді, және өмірлік тәжірибесінде қандай да бір жағдайлар болсын, оның бәрі кейде тұлғалық бұзылыстарға алып келуі мүмкін. Ол дегеніміз барлық адамда тұлғалық бұзылыс бар деген сөз емес. Мысалы, шизоидтық бұзылыс әлем бойынша тек 7% ғана қамтиды. 7% адамдарда шизоидтық тұлғалық бұзылыс бар екені анықталып отыр. Ендеше шиза деп айтып жатамыз, шизофрения деп айтып жатамыз, бірақ ол оны білдірмейді. Шизоидтық деген тұлғалық бұзылыс деген енді DSM-да былай айтылады. Яғни шизоид деп айтамыз сондай адамды. Шизоид адамдармен қарым-қатынас жасауда, қарым-қатынас жасаудан көп қашады. Кеше айтқандай, кез келген адам айтылып жатқан симптомдар кез келген адамда болуы мүмкін. Сол симптомдар болған үшін оны біз шизоид деп айтпаймыз, немесе параноид деп айтпаймыз. Кез келген адамда барлық симптомдар болуы мүмкін, бірақ неге ол тұлғалық бұзылыс болып ерекшеленеді? Өйткені егер ол шамадан тыс, нормадан тыс жоғары болған жағдайда, және ол адамға қиындық алып келген жағдайда. Түсінікті да, осыны жақсылап түсініп алсаңыздар деймін. Енді мысалы жаңа шизоидтықта адамдармен қарым-қатынас көп жасай бермейді дедім. Кез келген адамда қарым-қатынас көп жасай бермеуі мүмкін, бірақ ол шизоидтық болып табылмайды. Шизоидтық деген прям көрінетін, прям таңба басылғандай көрінеді. Яғни шизоидтық тұлғалық бұзылыстағы адам шынымен де адамдармен қарым-қатынас жасауға бармайды. Көп адаммен қарым-қатынас жасамайды. Көп адаммен араласпайды. Көп адаммен коммуникация құрмайды. Шизоидтық бұзылыстағы адам. Яғни өзін-өзі сондай ұстамды, салмақты ретінде ұстайды. Әзілдемейді шизоидтық бұзылысы бар адам. Мүлдем әзілдеу, әзіл айту, әзілді түсіну дегенді білмейді шизоидтық адам. Өте сезімтал болады. Өте сезімтал, сосын үнемі дейін ба, кішігірім жеңіл түрде мазасыздықты сезінеді шизоидтық адам. Енді бір әдебиеттерде шизоидтық тұлғалық бұзылыс аутизмнің ең жеңіл түрі деп те атайды. Яғни кішкене ұқсастықтары бар деген сөз. Және шизоидтық тұлғалық бұзылыстағы адамдар көп нәрсемен қызыға бермейді. Тек қана белгілі бір өзіне ғана ұнайды дейміз бе, или жақын келеді дейміз бе, жақын келетін
бір қызығушылық аймағы болуы мүмкін, тек соған ғана берілген. Ол бір жағынан енді жақсы болып та жақсы қасиет деп те қарастыруға болады. Өйткені адам тек бір белгілі бір қызығушылығы бар, және тек қана сол қызығушылық аясында ізденеді, жұмыстанады, үнемі сол қызығушылық аясында жүреді. Мысалы, адамдар болады ғой, когда белгілі бір қызығушылық аясы жоқ, анаған да қызығады, мынаған да қызығады. Бірақ именно шизоидтық тұлғалық бұзылыстағы адамдардың жақсы қасиеті белгілі бір ғана қызығушылыққа бет бұрады, және соның ішінде жүреді, ұстанады. Яғни одан табысқа дейміз ба, успех дейміз ба, успехке де алып келетін жағдайлар болады. Яғни кейбір жағдайда мұндай ол белгілі бір қызығушылыққа берілуі кейде бір андай шамадан тыс соған берілген кезде ол жақсы, енді жаңағы жетістіктерге жетеді, енді бір сөзбен айтқан кезде, иә. Мұндай адамдар жаңағы белгілі бір қызығушылықтар аясында ғана жүреді дедік қой. Соның аясында көп нәрсені зерттейді, қарастырады, факттерді, ситуацияларды, солған байланысты проблемаларды да барлығын бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ нәрселердің ішінен ол байланысты таба алады. Яғни ол сондай сол айтып отырмын ғой, сол жақ қызығушылыққа беріп кетеді да, и байланыстарды табады. Кейде бір сондай қызықты байланыстарды табады. Оны өзінің бір ізденуінде дейміз ба, иә, бір ойлап тауып жатқан бір заты болса, ол үлкен оған көмегін тигізуі мүмкін. Яғни шизоидтық тұлғалық бұзылыстағы адамдардың ақылды адамдардан ерекшелігі, олар жаңағыдай байланыс жоқ жерден байланыс тауып алады, бір-бірімен қарым-қатынасын тауып алады, иә, заттардың, ситуациялардың, жаңағыдай проблемалардың, адамдардың дегендей да бір ұқсастықтарын тауып алған кезде, ол бас істейтін адамдардан айырмашылығы, оның прям өзінің саласында, өзінің жаңағы қызығушылық саласында прям өте данышпан деп те танылуы әбден ғажап емес. Өйткені ол енді өзінің жаңағы тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты сондай болады. Оның үлкен плюс жері деп айтуға болады, иә. Енді ол шизоидтық тұлғалық бұзылыстағы адам эмоцияларын жарқын шығармайды. Эмоцияларын шығарып, там ашуланса да, қуанса да, білдірмейді, түр білінбейді ода. Ол как будто андай селқос, немқұрайлы, қызығушылығы жоқ, мүлдем қандай ситуация болсын, оны мақтап жатса да, оны даттап жатса да, ол ешқандай эмоция көрсетпейді. Эмоционалды салқындылығы өте жоғары. Яғни даже жақсы көретінде, жек көретінде көрсетпейді. Сондай салқын қанды адам болады. Ол енді кішкене қиындықтарды тудыруы мүмкін, иә. Өйткені адам өзінің сезімдерін жеткізуде, немесе басқалардың сезімдерін түсінуде қиындықтар туындайды. Жақын қарым-қатынас адамдармен, жаңағы жоғарыда айтқандай, араласудан бас алып қашады. Сондықтан оның айналасында адамдар аз, достары, араласатын құрбы құрдастары өте аз болады. Құрметті көрерменде реакция басып отырсаңыздар, басқа адамдардың көруіне ықпалымызды тигізіп отырамыз. Яғни ол достық қарым-қатынас, дос іздеу, немесе романтикалық қарым-қатынас, жаңа қарама-қарсы жыныстағы адамды іздеу, қыз болып жігітті іздеу, жігіт болып қызды іздеу, махаббат іздеу деген шизоидтық тұлғалық бұзылыстағы адамда өте төмен болады. Көбінде енді темперамент бойынша интровертті адам, интровертированный деп айтып жатады ғой. Яғни шизоидтық тұлғалық бұзылыста осындай кішкене интроверттілік мінез көрсетеді. Темпераментті интроверттілік болады. Так, сонымен
даже если қандай да бір жетістіктерге табыстарға жетіп жатса оған деген шын қуану немесе бір нәрсе болмай жатса оған өкіну немесе күйіп деген аз болады. Яғни оны сыртынан қарап бір салқын қанды адам ештеңе эмоциясын бәрі ішінде көрсетпейді, көруге болмайды. Бет әлпеті бойынша мимикалардың жұмысы өте әлсіз болады. И андай мақтап жатса да, жаңа даттап жатса да оған бәрібір. Біреу мақтасын мені деп істеу, немесе біреу әдейі жаман істейін мен даттасын дегенге жоқ. Ол ондайға мүлдем қызықпайды. Ішкі әлемі бар, өзінің ішкі әлемі, ішкі бір фантазиясы, өзінің бір әлемі, ішкі әлемі бар, сол жақта жүруі мүмкін, сол әлемде жүруі мүмкін. Яғни шизоидтық тұлғалық бұзылыс дегеніміз осы. Яғни сондай адамдарды кездесіп қалып жатады, көріп жатамыз, кейде адамдардың көңіл күйі болмауы мүмкін, кейде эмоцияларды көрсетпеуі мүмкін, ол да норма. Бірақ шизоидтық тұлғалық бұзылыста ол шамадан тыс болғандықтан ол көзге көрінеді, сырттағы адамға да ол өзіне де көрінеді. Бірақ бір несі, ол адам, шизоид адам оған қиналмайды. Психологқа келген кезде де қиналып, мен неге осындаймын, неге мен осындай ешкіммен араласпаймын, неге мен достарым жоқ, неге мен махаббат іздемеймін деп қиналып келмейді. Онда біз қалай білеміз шизоид екенін? Просто шизоид адам депрессияға бейімдеу болады, мазасыздыққа бейімдеу болады, сондай проблемалармен келеді психологқа. Енді андай қалай айтсам екен, шаршап кетеді дейміз ғой енді, да? Сондай жағдаймен қалай осы депрессиядан құтылсам болады, қалай мазасыздықтан құтылсам болады деп келген кезде, ары қарай жұмыс жасаған кезде оның сондай бұзылыстағы адам екенін анықтауға болады. Кейбір жағдайда болады, ондай бұзылыс жоқ. Шынымен де адам бір қазіргі жағдайға байланысты, ситуацияларға байланысты ешкіммен араласқысы келмей жатыр, ешкімді көргісі келмей жатыр, өз-өзімен деп айтамыз. Ол норма, қайталап айтамын, норма мен патология деген нәрсе бар. Клиникалық психологияда норма мен патология деген бар. Нормадағы адамда кез келген симптомдар, барлық бұзылыстың симптомдары болуы мүмкін. Белгілі бір дәрежеде, белгілі бір деңгейде, белгілі бір мөлшерде. Ол адамның функционировать етуіне ешқандай кедергі келтірмейді. Қай жағдайда ол бұзылыс болып табылады, когда адамның толыққанды функционировать етуіне кедергі келтірген кезде. Даже дегенмін жаңа жоғарыда айтқандай, сәлеметсіз бе Баян, даже жоғарыда айтқандай шизоидтық адам даже керемет жұмыс жасайды, керемет нәтижелерге де жетіп жатады. Керемет өткені өзінің сол бұзылыстағы шамадан тыс симптомдардың дамуына байланысты керемет сондай нәтижелерге де жетіп жатады. Бірақ оның да енді бұзылыс деген аты бар болғандықтан әрине адамға бір қиындықтар тудырады. Мына жақта мен қазір қарап кішкене айтып отырмын. Өзімен болу, жалғыздықты қалау, адамдармен, даже жұмыс таңдаған кезде де адамдармен қарым-қатынас жасайтын жұмыстар таңдамайды. Өз-өзімен болатын, өздігімен болатын қарым-қатынасты көп қажет етпейтін сондай мамандықтарды таңдап отырады. Нұрхан Ныматова, привет дейді, привет. Түсініңіздер ода, то есть деген белсенділіктен көрі тыныштықты қалайды. Эмоцияларды көрсетпейді деп айттым, да. Жақын достары аз болады, тек қана ең бір жанына жақын тек адамдары бола қоймаса, отбасы мүшелері дейміз ба, сондай. Көбінде темперамент типімен байланыстырып отырады. Көбінде интроверт адамдар
болады деп айтып жатады. Яғни оны шизоидтықты даже кішкентай кезінден көрініп басталады. Яғни ондай бала анасында көп іздей бермейді, анасына қарай да жүгіре бермейді, чем нормальный балаға қараған кезде. Сондықтан там то есть деген анасын тек тамақтану құралы ретінде көреді, жаңағыдай омырауын емет дегендей да, кішкентай кезінен ол көрініп бастайды екен. И ол өзінің сондай, жаңағы айтқандай, өзінің сондай болғанына қиналмайды, оған бір страдать етіп, неге ондай болып жатыр, жоқ, ол өзінің ерекшелігін қабылдайды. Тек жаңа көбінде мазасыздық жағдайлары, депрессивті жағдайлары көп соған бейім болғандықтан, соған сезімтал болғандықтан сондай жағдаймен, мәселелермен психологқа келуі мүмкін. Және өзінің бірақ жеткізу дейміз ғой да, өзінің не мазалап тұрғанын жеткізуде қиналады. И осы жерде кішкене түсінікті болу үшін, мысалы, тема шизоидное расстройство личности қандай болады, қалай болады, қалай білуге болады, сол туралы. Мысалы, Шерлок Холмстың кітабын мен барлығын оқып шыққанмын. Шерлок Холмс туралы Артур Конан Дойлда. Вот Шерлок Холмс шизоид болатын. Яғни ол ешкіммен араласпайды, даже қасындағы Ватсонмен де тығыз араласпайды, ешкіммен араласпайды. Бірақ ізденімпаз, қырағылығы соншалықты, жаңағыдай қылмысты керемет ашады. Байланыспайтын, байланысы жоқ дүниелерден байланыс тауып алып, дәлелдер тауып, сөйтіп қылмыстың бетін ашып жатады. Яғни бірде бір яркий пример деп айтайық. Соңғы примерлерден ол деген Бэтмен, Человек-паук. Ол да адамдармен көп араласпайды, ешкіммен көп араласпайды, тек өзін жетілдіруге өзінің қызығушылығы бар, сол бойынша ғана жұмыс жасайды. Вот сондай бір кино геройлар дейміз ба, сондай көрініс. Соларға қарап, примерно шизоидтық бұзылыстағы адам қандай болатыны сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни арамызда шизоидтарда жетеді, бар, жеткілікті. Шизоидтық мінезге жақын адамдарда бар да, ол бірақ шизоид деп табылмайды. Именно жаңағы мен жоғарыда айтып өттім, 7 симптомын айтып өттім шизоидтық. Соның ішіндегі 4-еуі, 4 белгісі соңғы 6 айда дейміз ба, или жалпы дейміз ба, көрініп бастап жатса, онда ол шизоидтық бұзылыс екенін білдіреді. Яғни шизоидтық бұзылыс болуы мүмкін, сол бұзылыстағы адам болуы мүмкін. Кез келген бұзылыстағы адаммен психологиялық жұмыс, тереңірек жұмыс істелінеді. Өйткені ол ішкі костяк, ішкі стержень, ішкі тұлғалық скелет деп кеше айттым ғой, параноидтық бұзылыста тура сондай тұлғалық скелет болып табылады. Сондықтан онымен тереңірек жұмыс жасайды. Ол бұзылысты кетіру үшін емес, ол бұзылысты сол бұзылыспен бола тұра керекті мақсаттарға жету, табыстарға жету, жетістікке жету жолы қарастырылады. Сондықтан әр адам ол уникум ғой, әр адам қайталанбайтын тұлға. Әр адам, біреумізде бұзылыс болуы мүмкін, біреумізде болмауы мүмкін. Бұзылысы бар деген адам сөз, ол бітті, шаруасы тынды, ештеңеге жарамсыз болды деп крест қояды деген сөз емес. Бұзылыспен де адамдар өмір сүреді, отбасы құрады, шаруаларын жасайды, мақсаттарын орындайды, армандарына жетіп жатады. Яғни арамызда болады, арамызда бар. Тек ары қарайда жақсы функционировать етуге, жақсы болуына
ықпал тигізген кезде ол әрине ары қарай кете береді. Көп жағдайда енді біз мінезі солай, ауыр, ешкіммен сөйлеспейді, тұйық, ауызекі тілде да енді солай болған, там тағдыры андай болды, мінезі мынандай болды, тәрбиесі осындай болды, там отбасында там әкесі болмады, шешесі болмады деп біз әртүрліше айта береміз. Бірақ оны кәсіби тілге, кәсіби тұрғыдан қараған кезде ол бұзылыс болып табылады. Ондай бұзылыстармен де біз адамдар көп қой айналамызда, жаңағыдай айтып отырамыз, мінезі ондай, андай, мындай деп. Бірақ ол кәсіби клиникалық тұрғыда қараған кезде кәсіби клиникалық түрде қараған кезде ол бұзылыс деп қарастырамыз. Енді мен өзім клиникалық психолог болғандықтан мен кәсіби көзқараспен қараймын, және айналамда сондай адамдарды көрген кезде примерно да енді жайлап мынада осындай бұзылыс бар сияқты, немесе осындай радикалға жақын дегендей өз бетімше солай қарастырып жүремін. Бірақ енді оның бәрін айтам деген сөз емес, бірақ өзіме солай қылып қарап түртіп жүрем. Клиенттерде де көп келеді, клиенттер келген кезде де олар ешқандай бұзылыс туралы білмейді. Ешқандай именно тұлғалық личностное расстройстволар болатынын білмейді. Оны жұмыс барысында көрініп жатады. Поэтому деген ол кәдімгі адамдар, айналамыздағы бар адамдар. Сұрақтар бар болса, сұрақ қойсаңыздар болады. Қазір таңда 56 адам отыр екен. Реакция білдіріп қойсаңыздар, басқа адамдардың көруіне ықпал етеміз. Бүгінгі тақырып шизоидтық тұлғалық бұзылыс тақырыбы. Сұрақтар бар болса, қойсаңыздар болады. Біреулер өзін танып жатуы мүмкін. Енді бұны неліктен айтып жатырсыз, неге керек дегенде сұрақтар болуы мүмкін. Ақпараттандыру мақсатында психологиялық ағарту жұмысы ретінде ол жаңағы таңба тағып бәріне диагноз қою мақсатында емес. Кейбір жағдайда осындай бұзылыстарды өзінде байқап қалып жатса, неге мен сонымен жұмыстан басқа, неге мен қандай да бір тосқауыл болып тұрса, бөгет болып тұрса, осыны жойсам, менде бәрі жақсы болып кетеді дегендей бір ойды тудыру деп айтам ба. Кейде психологиялық мәдениетті да дамыту, психологиялық мәдениетті дамыту деп білемін. Психологический культура болу керек адамдарда. Сол мақсатта осындай эфирлер жасап жатырмын. Сұрақ бар болса, қойсаңыздар болады. Тақырыптық эфирлерді жарты сағат аясында жүргізіледі. Осы бізде енді жарты сағат 23 минут өткен екен, бізде 5 минуттай уақыт бар. Сұрақ жауап айтар болса, қойсаңыздар болады. Көбінде менде осындай ситуация болды, содан мазасыздық болды, депрессия болды деген осындай бір түсініктер пайда болады. Бірақ ол тұлғалық конструкция дейміз ғой, енді негізінде жатқанын білмей жатады. Сондықтан оған тек қана оның мазасыздығымен, депрессиясымен жұмыс жасау емес, оның тереңіне, тұлғалық скелетіне дейміз ғой, тұлғалық скелетіне үңіліп, түп негізіне жетіп жұмыстанған көптеу әсер етеді. Түсінікті болды ма? Енді мен тақырыптық эфирлерді қазақ тілінде жүргіземін. Қазақ аудиториясына ақпарат жеткізу үшін, кәсіби ақпарат жеткізу үшін. Ал кейде сіздермен тығыз қарым-қатынаста болу үшін өзімді тек психолог емес, өзімді адам ретінде де таныстыру мақсатында эфирлерде кейде орыс тілінде де жүргізіледі. Қайдағы депрессия, не делать, вот и депрессия дейді. Сіздің түсінігіңіз
бар болмысыңыз осы болса, осымен қала беріңіз. Сізге менің ешқандай нем жоқ, уәжім жоқ. Солай ойласаңыз, сіз солай қала беріңіз. Депрессия болған жоқ, когда адамдар ол туралы білген жоқ. Депрессия деген кәдімгі психологиялық именно проблемалардың ішіндегі серьезный проблемалар, басқа проблемаларға қараған кезде. Депрессия кезде мидың құрылымы, ми басқаша жұмыс жасайды, мидың бөліктері басқаша жұмыс жасайды, оның бәрі дәлелденген, ғылыммен дәлелденген. Тағы сұрақ бар болса. Реакция қалдырып отырсаңыздар, және жазылып отырыңыздар, каналға жазылып отырсаңыздар, пайдалы кәсіби ақпараттар, психология жөнінде кәсіби ақпараттар беріледі. Ол психологияны сізге қатысты, сізге бір пайдасын тигізіп қалып жатса, өте қуаныштымын. Сондықтан парақшаға жазылып қойыңыздар, жоғалтып алмас үшін. Тағы қандай сұрақтар бар? Бүгін біз шизоидтік тұлғалық бұзылыс туралы талқылаған болатынбыз. МКБ 10-да да, ДСМ 5-те де екінші болып тұрған бұзылыс. По списку, сол МКБ-дағы список бойынша сіздерге келе жатырмын, сол ақпаратты алып келе жатырмын. Ертең бізде шизотипическое личностное расстройство деп аталады. Кластер Аға жатады ДСМ 5-те. Сол туралы қарастыратын боламыз. Мен қарастырып жатқан бұзылыстар ауру емес. Ауру ол психиатриялық тұрғыдан болады, психиатрия қарастырады. Шизофрения деген мысалы ауру, оны мен қарастырмаймын. Бұзылыстар ол ауру емес. Бұзылыстар дені сау, психикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда дені сау адамдар. Психолог дені сау, психикалық денсаулығы сау адамдармен жұмыс жасайды. Соны ажыратып біліңіздер. Параноидтық тұлғалық бұзылыс, бүгін шизоидтық тұлғалық бұзылыс деп айтып жатырмын ғой, олар ауру емес. Ауру емес. Соны біліңіздер. Жақсы, рахмет сіздерге. Бізде енді уақыт аяқталып жатыр. Реакция қалдырған көрермендерге рахмет, қарап отырған көрермендерге рахмет. Жазылып қойыңыздар, парақшаға жазылып, каналға жазылып қойыңыздар, жоғалтып алмас үшін. Күнде эфирде кездескенше сау болыңыздар. Өлген адамдар көрінсе, енді ол қарастыру керек. Атабек галлюцинация дейді, бредовое состояние дейді. Адамның психикасы әлсіз кезде осындай кішкене бір бредовое состояние, галлюцинациялар болу керек. Оны енді жеке қарастыру керек. Мен жекеге шыққыларыңыз келсе, инстаграмға жазылсаңыз болады, парақшамда тұр. Сол жерде дайректте сөйлесуге болады. Сау болыңыздар.